Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Салима. Бүгінгі таңда хит болып жатырған макулюбе тағамын пісіретін боламыз. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Менің каналымда түрлі тағамдардың рецептілері бар. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Етімізді осылай етіп, қалыңда емес, жұқада емес, орташа қылып турап алдым, және күріш керек. Картоп, сәбіз және пиязды орташа қалыңдықта турап алдым. Қазанымызға сұйық майымызды құйып, етімізді салып, тұзын сеуіп, қызарғанша қуырып аламыз. Мінекей біздің етіміз қып-қызыл болып қызарып қуырылды. Енді оның үстіне аздап қана су құйып, қақпағын жауып, бұқтырып пісіріп аламыз. Суымыз тартылып, етіміз пісті. Енді етімізді ыдысымызға салып аламыз. Етімізді қуырып алған майымызды ыдысымызға құйып аламыз. Күрішімізді майға қуырып аламыз. Күрішімізді майға қуырып алсақ, піскен кезде бір-біріне жабыспай әдемі болып піседі. 1 шай қасық тұз саламыз, және 1 шай қасық куркума саламыз. Куркума біздің күрішімізге сары әдемі түс береді. Егер сіздерде болмаса, салмасаңыздар болады. Күріштен асып тұратындай етіп су құйып, 15 минут бұқтырып, қақпағын жауып пісіріп алатын боламыз. Күрішіміз піскенше картопымызды қуырып алатын боламыз. Осылай етіп барлығын салып, екі жағын айналдырып қуырып аламыз. Қуырылған картоптарымызды ыдысымызға салып аламыз. Сәбіздерімізді де майға салып қуырып аламыз. Біздің 15 минут уақытымыз өтті. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай, күрішіміз шашыраңқы әдемі болып пісті. Біздің күрішіміз дайын. Сәбізіміздің бір бетін қуырып алды. Енді оны айналдырып, екінші бетінде қуырып алатын боламыз. Сәбіздеріміз де дайын. Барлығын ыдысымызға салып аламыз. Макулюбемізді жинақтайтын боламыз. Ол үшін бізге түбі қалың ыдыс қажет болады. Ыдысымыздың түбіне осылай етіп пияздарды тізіп шығамыз. Оның үстіне сәбіздерді салып шығамыз. Оның үстіне етімізді салып шығамыз. Картоптарымызды да тізіп салып шығамыз. Картоптың үстіне мен осылай тұз сеуіп шықтым. Оның үстіне пісіп дайын болған күрішімізді салып аламыз. Күрішімізді салып алып, үстінен осылай етіп, қаттырақ басып тұрып, тегістеп жайып аламыз. Етімізді қуырып алған майымызды құйып, үстіне 200 мл су құйып, жай отта 20 минут пісіріп алатын боламыз. Макулюбеміз піскенше свежий салат жасайтын боламыз. Қиярымызбен қызанағымызға тұзымызды салып, араластырып аламыз. 20 минут уақытымыз өтті. Макулюбеміз дайын болды. Осылай етіп, видеода көрсетілгендей етіп, үстіне жайпақ ыдысымызды төңкеріп, айналдырып аламыз да үстінен ұрғылап шығамыз.
Айналасына свежий салаттардан салып шығамыз. Сіздер өздеріңіздің қалауыңызша кукуруз немесе сәбіз салаттарын пайдалансаңыздар болады. Мен свежий салаттардан салып шықтым. Қалған ашық жерлерге осылай етіп айранды құйып шығамыз. Біздің макулелелеріміз дайын болды. Өте дәмді, сондай ерекше, дәмі енді сөз жоқ, керемет болып шықты. Жасап көріңіздер, жасап көруге кеңес берем. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Салима.